Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Балалар, қазақ тілі сабағын бастайық. Начинаем урок казахского языка. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұл менің інім. Тема сегодняшнего урока – это мой младший брат. Балалар, бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Ребята, первое задание – послушай и повтори. Бұл менің інім. Оның аты Айбек. Это мой младший брат. Его зовут Айбек. Бұл менің анам. Оның аты Маржан. Это моя мама. Ее зовут Маржан. Бұл менің ағам. Оның аты Қанат. Это мой брат. Его зовут Канат. Балалар, екінші тапсырма. Суретке қараңдар және жауап беріңдерші, олар не айтады? Ребята, второе задание. Посмотрите на рисунок и ответьте, пожалуйста, что они говорят. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, келесі тапсырма. Суретке қараңдаршы және жауап беріп көріңдерші. Бұлар кімдер? Кімді көріп тұрсыңдар суреттен? Ребята, рассмотрите рисунок и ответьте мне, пожалуйста, кто эти люди? Кого вы видите на картинке? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұлар отбасы. Это семья. А теперь назовите мне членов семьи. Отбасы мүшелерін атап берші. Жарайсыңдар, балалар. Молодцы, ребята. Енді, балалар, сергіп алайық. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді суретке қарап, маған жауап беріңдерші. Сенің інің бар ма? Сенің ініңнің аты кім? Ол қанша жаста? Ребята, ответьте мне на вопрос. У тебя есть младший брат? А как его зовут? И сколько ему лет? Молодец. Жарайсың. Енді, балалар, отбасылық алақан жасайық. Суретке қарай отырып, папамыздың, мамамыздың және өзіңнің алақаныңды ойып, суретке қарап, бір-біріне жабыстырып көр. Ребята, а теперь давайте попробуем с вами сделать ладошек семьи. Далее, ребята, вам нужно вырезать ладошек папы, мамы и свой ладошек. Потом вам нужно все это приклеить друг к другу, и получится как на фото. Желаю удачи! Осымен, балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар! Наш урок окончен, ребята. До свидания!